125 сабақ. Периметрі бойынша жазық фигураларды торкөзді параққа салу. Бүгінгі сабақтан берілген периметрі бойынша тіктөртбұрыш пен шаршыны торкөзді параққа салуды үйренесің. Периметрі 16 см болатын шаршыдан периметрі 2 есе кем шаршысыз. Бірінші шаршының периметрі 16 см болса, екінші шаршының периметрі одан 2 есе кем, демек 16 см-ді 2-ге бөлеміз. Екінші шаршының периметрі 8 см-ге тең. Енді осы шаршының қабырғаларын анықтау үшін 8 см-ді шаршының периметрін 4 қабырғасына бөлеміз. Сонда шаршының әр қабырғасы 2 см-ге тең болады. Екінші тапсырма. Периметрі 8 см-ге тең тіктөртбұрыштан периметрі 4 см артық болатын тіктөртбұрышсыз. Басқа тіктөртбұрыштар сызуға бола ма? Алдымен екінші тіктөртбұрыштың периметрін анықтаймыз. Бірінші тіктөртбұрыштың периметрі 8 см болса, екінші тіктөртбұрыштың периметрі 4 см артық болады. Демек 8-ге 4-ті қосамыз. 8-ге 4-ті қоссақ 12 см-ге тең болады екінші тіктөртбұрыштың периметрі. Енді екінші тіктөртбұрыштың периметрі 12 см болса, қалған екі қабырғасының ұзындықтарын табамыз. Ол үшін 12-ні 2-ге бөлеміз. 12-ні 2-ге бөлсек 6 см болады. 6 см бұл екі қабырғасының қосындысы. Енді 6 см дегеніміз қабырғаларының қандай нұсқалар болатынын анықтайық. 6 см-де 2 және 4 см болуы мүмкін. 6 см-де 1 және 5 см болуы мүмкін. 6 см-де 3 және 3 см болуы мүмкін. Тіктөртбұрыштың қабырғалары 2 және 4 см болатын фигураның бірінші көрінісі. Ұзындығы 4 см, ені 2 см. Периметрі 12 см-ге тең. Келесі ұзындығы 3 см, ені 3 см болатын шаршының периметрі 12 см-ге тең. Келесі фигура қабырғасының ұзындығы 5 см, ені 1 см болатын тіктөртбұрыштың периметрі 12 см-ге тең. Төртінші тапсырма. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Тіктөртбұрыштың периметрі қалай өзгереді? Егер оның бір қабырғасының ұзындығын 1 см-ге кемітсе және 1 см-ге арттырса. Алдымен берілген тіктөртбұрыштың периметрін анықтаймыз. Ұзындығы 4 см, ені 2 см. 4-ке 2-ні қосып 2-ге көбейтеміз. Берілген тіктөртбұрыштың периметрі 12 см-ге тең. Енді осы тіктөртбұрыштың бір қабырғасын 1 см-ге кемітеміз. Яғни 4-тен 1-ді азайтсақ 3 см қалады. Енді осы тіктөртбұрыштың периметрін анықтаймыз. 2 см-ге 3 см-ді қосамыз, оны 2-ге көбейтеміз. Бұл тіктөртбұрыштың периметрі 10 см-ге тең болады. Яғни 2 см-ге кемиді периметрі. Енді осы берілген тіктөртбұрыштың периметрін 1 см-ге қабырғасының ұзындығын 1 см-ге арттырамыз. Бір қабырғасының ұзындығы 5 см-ге тең болды. Енді осы берілген тіктөртбұрыштың периметрін анықтаймыз. 2 см-ге 5 см-ді қоссақ 10, 2-ге 5-ті қоссақ 7, оны 2-ге көбейтсек 14 см болады. Демек, берілген тіктөртбұрыштың бір қабырғасын 1-ге арттырсақ, периметрі 4-ке артады екен. Төртінші тапсырма. Зерттеу. Қағаздан жасалған тіктөртбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғаларының ұзындығы 2 см және 1 см тіктөртбұрыш қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме? Оның пішіні ше? Берілген тіктөртбұрыштың ұзындығы 4 см, ені 3 см. Енді осы тіктөртбұрыштың бастапқы периметрін анықтаймыз. Тіктөртбұрыштың периметрі 14 см-ге тең. Суретте көрсетілгендей, осы тіктөртбұрыштың ұзындығынан және енінен 1 см және 2 см қиып алынған. Осы тіктөртбұрыштың периметрі өзгере ме деп сұрақ қойылған екен. Тексеріп көрейік. Тіктөртбұрыштың ені 3 см. Енінен 1 см қиып алды, бірақ оң жақ бөлігінде 1 см тұр. Ұзындығы тіктөртбұрыштың 4 см, ұзындығынан сол жақ төменгі бұрышынан 2 см қиып алынған, бірақ жоғары жағында 2 см ұзындық тұр. Сонымен берілген тіктөртбұрыштың периметрін анықтап көрейік.
Мына қабырғасы 1 сантиметрге тең. Мына қабырғасы 2 сантиметрге тең. Енді осы фигураның периметрін анықтап көрейік. 4 сантиметрге 3 сантиметрді қосамыз, оған 2 сантиметрді, оған 1 сантиметрді, 2 сантиметрді және 2 сантиметрді қосамыз. Сонда берілген фигураның периметрі өзгермейді, тек қана пішіні өзгереді екен. 5-ші тапсырма. Зерттеу: қағаздан жасалған үшбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғасының ұзындығы 1 сантиметр болатын шаршы қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме? Алдымен бастапқы үшбұрыштың периметрін есептеп аламыз. Бастапқы үшбұрыштың периметрі 12 сантиметрге тең. Енді осы үшбұрыштан қабырғасының ұзындығынан 1 сантиметр шаршы болатын фигураны қиып алды. Демек, мына жерде 3 сантиметр қалды. Сол жақ қабырғасы 2 сантиметрге тең болды. Енді осы шаршыны қиып алынғандағы фигураның периметрін есептейміз. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 8-ге 1-ді қоссақ 9, 9-ға 1-ді қоссақ 10, 10-ға 2-ні қоссақ 12. Демек, берілген фигураның периметрі өзгермейді, тек өзгереді пішіні. 6-ші тапсырма. Есепте бірінші және екінші бағанда жақшалы және жақшасыз өрнектер берілген. Алдымен жақша ішіндегі өрнекті орындаймыз. 80 мен 48-дің айырмасы 32 болады. 32-ні 4-ке бөлсек 8 болады. Келесі 7 көбейту 4 азайту 28 бөлінген 4. Алдымен көбейту амалын орындаймыз, одан кейін бөлу амалын орындаймыз. Одан кейін көбейтіндіден бөліндіні азайтамыз. 7-ні 4-ке көбейтсек 28 болады. 28 4-ке бөлсек 7 қалады. 28-ден 7-ні азайтсақ 21 болады. Екінші бағандағы өрнектің мәнін анықта. 7-ші тапсырма. Кесте бойынша теңдеулер құр, оларды шеш. Алдымен бірінші кесте бойынша теңдеу құрастырамыз. Қосылғыш 9, екінші қосылғыш x, қосындының мәні 16 мен 23-тің қосындысына тең. Күрделі теңдеу берілген. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. Сол жақ бөлігіндегі теңдеуді өзін жазып, оң жақ бөлігіндегі өрнектің мәнін анықтаймыз. 16-ға 23-ті қоссақ 39. Жай теңдеуге айналдырдық. Енді екінші қосылғышты анықтаймыз. Екінші қосылғышты анықтау үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. X-тің мәні 30-ға тең болды. Енді X-тің орнына табылған санды жазамыз. 9-ға 30-ды қоссақ 39, 16-ға 23-ті қоссақ 39. Теңдеуді дұрыс шештік. Екінші кестедегі теңдеуді өзің құрастырып шығарып көр. 8-ші тапсырма. Дәптерге қабырғалары 4 см болатын шаршы сыз. Егер оның қабырғасының ұзындығын 3 см арттырса, 2 см кемітсе, осы шаршының периметрі өзгере ме? Қалай ойлайсың? Бастапқы шаршының пішіні өзгере ме? Дәптерге қабырғалар 4 см болатын шаршыны сызып алдық. Енді осы бастапқы шаршының периметрін анықтаймыз. Бастапқы шаршының периметрі 16 см-ге тең. Енді осы шаршының бір қабырғасының ұзындығын 3 см-ге арттырайық. Яғни бір қабырғасының ұзындығы 4 см, 13 см-ге арттырсақ 7 см болады. 7-ні 4-ке көбейтсек 28 см болады. Егер 3 см-ге арттырсақ, периметрі өзгереді, пішіні үлкейеді екен. Енді осы шаршының бір қабырғасының ұзындығын 3 см-ге кемітеміз. 4-тен 3-ті азайтсақ 1 болады. 1-ді 4 қабырғасына көбейтеміз 4 см. Демек 3 см-ге бір қабырғасын кемітсек, периметрі өзгереді және пішіні кішірейеді екен. Ойлан тап. 9-ші тапсырма. Бірінші шаршының периметрі 12 см, ал екінші шаршының периметрі одан 3 есе кем болатындай 2 шаршы сыз. Бірінші шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан неше есе ұзын? Алдымен біз бірінші шаршының суретін салып аламыз. Оның периметрі 12 см-ге тең болса, бір қабырғасының ұзындығын табу үшін периметрін 4-ке бөлеміз. 12-ні 4-ке бөлсек 3 см екен. Бірінші шаршының қабырғасының ұзындықтары 3 см-ге тең. Екінші шаршының периметрі одан 3 есе кем болса, онда 12-ні 3-ке бөлеміз. Сонда екінші шаршының периметрі 4 см-ге тең. Осы шаршының қабырғасын анықтау үшін периметрін 4 қабырғасына бөлеміз. Демек, екінші шаршының
қабырғалардың ұзындықтары 1 сантиметрге тең болады екен. Сонда бірінші шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан 3 есе ұзын екен.